Әлемде адамды таң қалдыратын неше түрлі фотосуреттерді кездестіруге болады. Ал олардың кейбіреуі әлемнің беделді журналдарында жарияланып жатады. Ал сол суреттердің ішінде түпнұсқасы және өте сапалы фотошопта жасалған жалған суреттерді кездестіруге болады. Иә достар, бүгін біз сендермен өте атақты, бірақ жалған болып шыққан 10 сурет жайлы айтатын боламыз. Арнамыздан алыстап кетпеңіздер. Аспанда ұшып келе жатқан ұшақта жасалған селфи. Иә достар, қазіргі кезде адамдар әлеуметтік желіде көп лайк жинау үшін неше түрлі селфилер жасап жатады. Ал бұл ұшқыш селфидің жаңа түрін ойлап тапқандай, ұшып келе жатқан ұшақта терезеден басын шығарып селфи жасауда. Бірақ та бұл жалған сурет. Негізінен бұл ұшақ тек жерде болған уақытта селфи жасаған. Австралиялық алып өрмекші. Ал бұл суретке қарап бірден сене қою өте қиын. Бірақ та әлемде миллиондаған адамдар оларды қашан біреу алдайды екен деп күтіп жүргендей. Пол Санта Мария деген кісі өзінің үйінің қабырғасынан өрмекшіні түсіріп алады. Және бұл суретті ол монтаждап ары қарай әлеуметтік желіге салған. Дублиндегі жартасты аралдың үстіндегі сарай. Шындығына келген кезде бұл жай ғана Таиландтағы Джеймс Бонд аралы мен Германиядағы Лихтенштейн деп аталатын сарайдың қосындысынан пайда болған сурет. Ал мына жылқының денесінде ақ дақпен жылқы деп жазылған. Иә, сіз бұған қарасаңыз, бұл жылқы осындай дақпен туылған сияқты. Бірақ та негізінен бұл жай ғана фотошоп. Бұл фотошоп арнайы фотосуреттер жарысы үшін жасалған. Қара түсті арыстан. Кезінде адамдар бұл суретті әлеуметтік желіде жариялаған болатын. Бірақ та бұл негізінен жай ғана фотошоп болып шыққан. Қатты суықта қатып қалған өрмекшінің торы. Бұл негізінен сіз ойлағандай сурет емес. Жай ғана қыстың күні мұздан ойылып жасалған скульптураның суретінен кесіп алынған жері. Тік ұшаққа шабуылдап жатқан акула. Әлбетте сіз Британияның әскери теңіз күшіне шабуылдап жатқан акуланы әркез көре бермейсіз. Бірақ та бұл жыл суреті де жалған сурет болып шыққан. Аюдан қашу. Бұл адамдар негізіне бірдеңеден қорқып қашып бара жатыр. Бірақ бұл әлбетте әлеуметтік желіде адамдар көргендей аю емес. Шотландиядағы ертегі ландшафты. Бұл сурет 2013 жылдың қазан айында әлеуметтік желілерде тарап кетті. Және адамдар осы суретті көріп, Шотландиядағы Скай аралына көптеп бара бастады. Бірақ та олар ол жақта осындай ертегі ландшафт емес, тек қана әдемі табиғатты көріп көңілдеріне сайқау түскен еді. Негізінен бұл тек қана Жаңа Зеландияда түсірілген сурет еді. Алып сегізаяқ. Бұл суретті көрген адамдар бірден сенуі мүмкін. Өйткені бұл сурет біріншіден өте сапалы монтаждалған, екіншіден бұндай алып сегізаяқтар мұхиттың терең жерлерінде өмір сүруі әбден мүмкін. Бірақ та адамдар бұл жерге алып сегізаяқты емес, жағажайға толқынмен шығарылып тасталған алып китті көруге жиналған. Достар, бүгін біз сендермен әлемді таң қалдырған, бірақ жалған болып шыққан 10 сурет жайлы білдік. Егер де саған видео ұнаса, видеоға лайк бас және біздің арнамызға жазыл. Және де біздің арнамызға жазылатын жерде кішкентай қоңырауша бар. Егер оны басып қойсаң, біздің жаңа видеоларымыздан құр қалып қоймайсың. Сендермен бірге болған Q Life арнасы және кездескенше қош сау болыңдар.